Қыздар сәлем. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз по-болгарски болгарларса қиярды жабатын боламыз. Оған не керек? Әгіршік керек, пияз керек, сәбіз керек, гвоздика керек, перец керек, мынандай дөңгелек. Содан кейін лавр жапырағы керек, және тұз, қант, уксус керек. 9%. Болды, басқа ештеңе керек жоқ. Мен 2 литрлік банкіге жабамын, 2 банкіге жабамын. Ең бірінші мына банкінің ішіне ең астына мынау сәбізімізді салып аламыз. Шамамен 7-8 тілім сәбіз, қыздар. Одан кейін барып горошек, қара бұрыш, содан 10 штуктан саламыз. Әрбір банкіге 10 штуктан. Одан кейін лавр жапырағы 3 штуктан саламыз. Одан кейін гвоздика 2 штуктан саламыз. Егер 1 литрлік банкі болса 1 штуктан, 2 литрлік банкі болғандықтан 2 штуктан. Содан кейін мінекей осылай әгіршігімізбен толтырамыз банкамызды, ең үстінен одан кейін мынау пиязымызды саламыз. Пиязымыздан бір 5-6 колечко салыңыз. Енді оның кішкене көбірек салыңыз, көбірек салыңыз. Вот, мінекей тура осылай болып мінекей толды. Біздің банкамыз екеуінде салып қойдым. Енді маринадқа кірісеміз. 2 литр суым қайнап жатыр. Үстіне мен алдымдағы 8 шай қасық тұз салдым. 16 шай қасық қант салдым. Енді осыны еземін жақсылап тұрып. Қайнасын, мінекей қайнап бастады. Енді 16 ас қасық 9% уксус құйдым. Қыздар, барлығын описанияға жазып кетемін. Рецепті, описаниядан қарасаңыздар болады. Сосын кейін міне қайнап жатыр. Минуты жоқ, енді қайнаса болды ғой. Содан кейін қайнап жатқаннан кейін әкеліп жаңағы банкілеріме құямын. Бірден құйып жібермейік, өйткені суық қой енді, банкі де суық, ішіндегі әгіршіктер де суық. Тарс етіп банкі жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан банкіміз кішкене жылығанға дейін байқап құйып, онан кейін спокойно смело құя берсеңіздер болады. Мінекей аузы мұрыннан асқанша дейін құйып, міне осты қақпағын жауып қоюға болады, қою керек. Ал қақпағын мен 2-3 минут қайнаттым, қыздар. Содан кейін барып, мынау кастрөлдің ішіне астына орамалды жайып, ішінде ыстық су кастрөлдің ішінде. Содан кейін өстіп үстіне қойдым. Суым жетпей қалды. Сол кезде ыстық су құйдым. Мынау менің енемнен қалған советский кастрөл. Айбат өзі. Мінекей өстіп құйдым. Иығына дейін жетсін банкінің ыстық су. Қыздар, суық су болып қалса, ана ішінде ыстық су жарылып кетпесін банкі, иә? Содан кейін мінекей қайнап бастағаннан кейін, хоп деп қайнап бастайды ғой, сол кезде 10 минут қайнатасыздар қайнағаннан кейін. Сосын кейін мінекей өстіп столдың үстіне әкеп, орындыққа шығып, өстіп қатты басып тұрып, өстіп жабамыз. Жауып болғаннан кейін мінекей жақсылап қарап аламын ғой, одан кейін дұрыс жабылды ма, жақсы жабылды ма деп все-таки су ағып тұрған жоқ па деген сияқты. Одан кейін екіншісін қасына қойып, бір-біріне жақындатып қойып, жақсылап тұрып, жауып, әптен суығанша өстіп қымтап қойып қоямыз. Қыздар, давайте пока. Ага, давай пока.